Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Заңғарағай. Бүгінгі видеомызда 8-ші сынып алгебра тамыры баспасы 3-те 4-ші есептің шығару жолын көрсететін боламын. 3-те 4-ші есеп 3-те 3-ші есепке ұқсас. Естеріңізде болса, 3-те 3-ші есептің видеосын қарасаңыздар, мына берілген мәндер ол абсциссаның мәндері, яғни x-тің мәндері болатын. Енді қазір бізге берілген мәндер ол y-тің мәндері, яғни ординатаның мәндері мынау. Енді сәйкесінше өздеріңіз түсініп тұрғандарыңызда керісінше x-тің мәнін табуымыз керек. Оны қалай табамыз? Енді бұл кішкене күрделірек болайын деп тұр. Қайта-қайта дискриминант немесе ветті қолданамыз. Яғни y-тің орнына -4-ті қойып шығарамыз. Мен бірінші есеп деп кішкене нөмірін жазып қоя салайын. Біріншісі, яғни -4, y-тің орнына -4 қоямыз да теңдеуді шешеміз. Яғни -x-тің квадраты қосылған x қосылған 2. Теңдіктің сол жағына ауыстырайын барлығын. x-тің квадраты -x болады. Ана -2 болып өтеді ғой. Біздің мына +2 былай қарай -2 болып өтеді. Сол -2 мен -4 екеуі -6-ны береді. Тең 0. Енді осы жерде вет теоремасын қолданып шығара салайықшы. Көбейткенге так 3 пен -2 болады. 3-ке -2-ні көбейтсек -6, қоссақ 1, дұрыс шығып тұр. Жауабын таптық. Міне балалар, жауабы осы. Жауабын әрқайсының жауабын жазбай қойын. Бізге x-тің мәнін табу керек қой. Осы бірінші есепте x-тің мәні осы болады. Енді келесі бізде екінші есеп. Екінші есепте қалай жасаймыз? Тура солай. Яғни -2 жарым тең болады -x-ті квадраты қосылған x қосылған 2. Сол жаққа бәрін неге сол жаққа өткізіп жатырмын? Неге мен теңдіктің оң жағындағы бүткіл элементтерді сол жаққа өткізіп жатырмын? Өйткені мынау x квадратымыз минус болып тұр ғой, сол ауысқан кезде плюс болады. Сол әдейіге өткізіп жатырмын. Яғни x-тің квадраты -x. Ана -2 жарым екеуі -4 жарым болайын деп тұр. Тең болады 0. Так, енді 4 жарым дегенмен вет теоремасымен қалай істесек болады? Көбейткен кезде 4 жарым, қосқан кезде 1 болатындай. 3 жарым. 4 жарымды өзі 1 жарым мен 3-тің көбейтіндісі. 1 жарым мен 3-тің көбейтіндісі. 9 мен 5-тің көбейтіндісі. 0, 9, 0, 5. Қалай істесек болады екен? 1 жарым мен 3 жарайды. Былай істейік. Бұны біз көбейте салайық. 2-ге көбейтсек болады. Не үшін? Өйткені қараңыздар. 2x-тің квадраты -2x. Барлық элементтерін 2-ге көбейтсек -9 болады. Кәдімгі дискриминант шығарсақ болады. -2-нің квадраты 4. -9, 2 минус формуламен плюс болады. Түсіндірмей-ақ қойын мына жеріне. Яғни 8 жерде 4 жерде 2 8, 8 жердегі 9 72. Так, қайда кетіп қалды мынау? 9 жерде 2 472 болады. 72-ге 4-ті қосатын болсаңыздар 76. Бірақ бұл түбірдің астынан шықпай алайын деп тұр ғой. -2 жарым. -x. Жарайды, түбір астынан шықпаса жауабы осы күйінше қалады. Онда x1-де 2 тең 2 плюс минус 76 түбірдің астында бөлінген 4. Яғни жаңа есептің екі жауабы, біріншісі 2 қосылған түбір асты 76 бөлінген 4. Келесісі 2 азайтылған түбір асты 76 бөлінген 4 деп есептің екі жауабы осылай қалады. Яғни x1 мен x2 бұлар мыналар болады. Мынау x1, мынау x2. Бір тексеріп жіберейін өз-өзімді. Болмаса сіздер айтыңыздар, тексеріп дұрыс шығардық па? Келесі үшінші есеп. Бұл жерде 0 қоямыз дейді. Қана 0 деп қоямыз да есебімізді шығара береміз. 0 тең -x-тің квадраты плюс x қосылған 2. Сонда x-тің квадраты -x -2 тең болады 0. Енді x1, x2-ге вет теоремасын қолдана салайық. 2-де -1 болсын. 2-ні көбейтсек -2, қоссақ 1. Есептің жауабы осы екеуі болады. Вет теоремасын надеюсь білесіздер. Вет теоремасын білесіздер деген ойдамын. Мынаның жауабын әдемілеп бояп қойайын десем, жасыл қаламды таппай қалдым ғой. Так, келесі нөмірі 4-шісі. Розовый цветті таппай қалдық. 4. Бұл жерде не дейді? 1-ді қоямыз дейді ғой. 1 тең -x-тің
квадраты плюс x қосылған 2. X-тің квадраты минус x минус 1 тең болады 0. Дискриминант шығам екен. Минус 1-дің квадраты 1 қосылған 4. Сонымен 4-ке 1 қоссақ 5. Сонда x1 2-міз бізде 1 плюс минус түбір асты 5 бөлінген 2. Есептің 2 жауабы бар. 1 плюс түбір асты 5 бөлінген 2, потом 1 минус түбір асты 5 бөлінген 2. Айтпақшы есептің берілгенде не дейді? Так, минус 2-де 4, 3-те минус 4. Минус 2-де 4, 3-те минус 4. Y минус 4 болса деген біріншісін шығарғанға не болар сонда? 3-те минус 2. Біріншісі, бірінші есепті балалар кітапта жазылып тұр екен мына есеп. Кітапта мына есеп бар екен. Жарайды. Еще сол нүктелермен жазыңдар дейді ғой, қазір жазып шығамыз. Қазір жазып шығамыз. Пока есептің жауабы мына жерде осы x-тің ординатасының мәндері. Егер бар болса, оларды координаталарын анықтаңдар дейді. Балалар жауабын бүйтіп қалдырмайды екенбіз. Өкінішке орай, қазір толықтырып жазамыз, қорықпаңыздар. 4-ші есеп, енді қазір бізді келесі 5-ші есеп. Біз 3-ті қоямыз дейді сонда. 3 тең минус x-тің квадраты плюс x қосылған 2. X-тің квадраты азайтылған x қосылған 1 болады тең 0. Дискриминант 1 азайтылған 4 минус 3. Бұл жерде есептің жауабы болмайды. Мінекей. Енді есебіміздің жауаптарын дұрыстап жазайық дейді мына жерде. Төмен қарай көрсетіп қояйық. Және де мынаны төмен қарай қояйын. Және де мына жерде де есептің төмен қарай қою керек болып тұр. 4 кетіп қалды яқтан. Такс, қалай істесем болды. Бұны произвольный область деп алып. Былай істемеймін ба? Өте жақсы, өте керемет. Енді есептің жауабын жазу керек болып тұр. Мына жерде 3-те минус 2 дейді ғой. Яғни 3-те минус 4 минус 2-де минус 4 болады бірінші есепте жауабы. Үшінші есепте жауабы 2-де 0 минус 1-де 0 болады. Екінші есепте жауабы, енді бір түрлі жауап болып тұр. Екінші есепте менің есебімде. Сіздер өздеріңіз орындап көріңіздер, тоже сондай бола ма екен? 2-ге көбейтті салдым. 4,5-ге көбейтсек 9 болды. Сонымен 2-ның квадраты 4, азайтылған 8, 8 9 72, 76 түбір астан шықпай қалды. Енді соның жауап сондай болды. Яғни 2 қосылған түбір асты 76 бөлінген 4-те минус 2 жарым. Сосын 2 азайтылған түбір асты 76 бөлінген 4-те минус 2 жарым. Осында 2 жауап бола салады. 4-ші есепте де сондай. 1 қосылған түбір асты 5 бөлінген 2-де 1. 1 азайтылған түбір асты 5 бөлінген 2-де 1 деген осындай жауап бола салады. Нүктелермен жазыңдар дейді ғой, яғни сұрап атқан нәрсесі мынандай ғой. Мысалы, y мынандай болса, x-і сол 2 болады мінекей. Y мынандай болса, сол x-і мынандай 2 болады деген сөз бұл жерде. Мінекей балалар, 3-4-ші есеп кішкене күрделі сияқты көрінуі мүмкін, бірақ негізінде оп-оңай түсінікті болды деген ойдамын. Лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, достарыңызға міндетті түрде жіберіңіздер. Келесі кездескенше.